Ұрсысып қалдың ба, барлық жерден блоктап тастап, өзің жынданып отырсың ба, енді олай істеме, оның суретін ал да, сыдырып ал да бүйтіп, жыртып өзіне видео жасап жібере сал. Оны қалай жасайсың, қазір мен айтып берем. Пика арт деген жасанды интеллектке аккаунт ашып кіреміз. Осы жерде пил, сыдыр және т деген жырт деген жерге кімнің суретін қойғымыз келеді, сол суретті аплод деген жерге плюске басып галереядан қоямыз. Сол жерге осындай видео жасап береді. Ұрысқан адамымыздан өшімізді алдық, сабамызға түстік. Енді жұмысымызға оралайық. Бізге бір шауып келе жатқан батырдың суреті керек. Мынаны суретті мен қазақ батыры деген суретті Google'дан тауып алдым. Қазір осыны шауып келе жатқан видеосын жасаймыз. Шауып келе жатқан қазақ батырының видеосын жасау үшін осындай бір сурет тауып алдым. Оны пика артқа кіріп, мынау upload плюс деген жерге жаңағы image to video деген жерді таңдаймыз. Бұл деген суреттен видео жасау. Осы суретімізді плюс деген жерге жүктейміз. Содан кейін мен шаблондардың арасынан мынау шауып келе жатқан рыцарьның суреті видеосы қатты ұнады. Тура осындай сурет видео болғанын қаладым. Тек қана рыцарь емес, қазақ батыры болғанын қаладым. Сол үшін мен ол жерге сурет жүктедім. Және де сол жердегі промптты алдым. Ол жерде былай деп промпт жазылған: желмен жарысып шауып келе жатқан батыр деген. Ол жердегі мен промптты репромпт деп бастым, яғни қайтадан промпт. Ол жердегі hero деп жаздым, яғни қазақ батыры жаңағы суретті. Осындай, дәл осындай шауып келе жатқан видеоны жаса дедім. Маған мынандай керемет видео жасап берді. Жасанды интеллектпен қазақша видеолар жасаудың қысқа және түсінікті жолын көрсететін видеолар бар. Парақшама жазылып қойыңыз.